Сен біл, мен ғанама Бэтменнің Майнкрафт әлемінде ойнай алатынын білмейтін шығармын. Күннің бірінде Бэтмен Майнкрафтқа келіп түсті. Қара киімін киген ол, арнайы құралдарын алып, биік блок таудың шыңына қонды. Айналасын жасыл шөптер жапқан, аспаны ашық тау етегінде кішкентай ауыл жатыр еді. Син ауылдың тұрғындары Бэтменді көріп қатты қуанды. Олардың көмегі керек еді. Ауылдың жанында үлкен, қараңғы орман бар, онда қорқынышты моптар жасырынған. Олардың ішіндегі ең қауіптісі үлкен айдаһар. Тұрғындар Бэтменнен осы айдаһарды жеңіп, ауылды қорғауды сұрады. Синч, Бэтмен орманға кіріп айдаһарды іздеді. Қараңғы орманның түкпірінде от шашып жатқан үлкен айдаһарды тапты, ол үрейлі дыбыс шығарды. Бірақ Бэтмен қорыққан жоқ, ол өзінің арнайы құралдарын қолданып айдаһармен күресті. Бумерангтар мен торлар айдаһардың қозғалысын баяулатты. Ұзақ күрестен кейін Бэтмен айдаһарды жеңіп, ауылды қауіптен арашалады. Синдер, ауыл тұрғындары Бэтменге алғысын білдіріп, оны өз батыры деп атады. Бэтмен ауыл адамдарымен дос болып, бірге көңілді күндер өткізді. Тұрғындар оның көмегіне риза болып, үлкен той жасады. Бэтменнің Майнкрафт әлеміндегі ерліктері мен достығы туралы әңгімелер бүкіл елге таралып, ол шынайы батыр ретінде есте қалды.